Бізге көгілдір отын қашан жетеді? Алматы іргесіндегі Қарасу ықшамауданының тұрғындары осыдан 6 жыл бұрын уәде етілген газға әлі күнге қол жеткізе алмай келеміз дейді. Олар сондай-ақ кейбір үйлерге тартылған газ құбырларының сапасы сын көтермейтінін айтады. Тақырыпты тілші тарқатсын. Қарасуға 3 километрге бюджеттен ақша бөлініп, проектный сметность, стоимость жасалған деген үлкен әңгіме болған осы жерде. Бұл Қарасу ықшамауданы тұрғындары. Оларға көгілдір отын осыдан 6 жыл бұрын берілуі керек болған. Алайда Күршім мен Новый көшесіндегі 400 үйдің елуі әлі күнге газсыз отыр. Тегін тұр ғой, міне қаланың міне 130-ына да жете алмай отырмыз. Қазір біздікі міне 320-350. Ал енді бұның пеші бар, құрғаны бар, онысы бар, бұнысы бар, паштымыз 7,5-8-ге шығып отыр. Қарасулықтардың айтуынша көшелерге газ тарту мәселесімен нақты бір компания ғана айналыспайды екен. Сондай-ақ тартылып жатқан құбырлар да ескі, әрі сапасы күмән тудырады дейді. Неге көне трубалар салады? Бұл взрыв опасный дүние ғой. Газ, бұл көне трубаның аты көне труба жарылып кетсе, қаншама халық отыр, өрт болады. Газдерден әр жерден иіс шығады, мысалға. Бір ойлайсың, канализация десең, канализация жоқ жерде центральный тартылып отқан. Ал бұл мәселеге қатысты әкімдіктегілердің де айтары бар. Олар Алматы газ жүйесіне қауіпсіздік шарасын күшейтуді тапсырамыз деп уәде берді. Сондай-ақ қарасулықтардың газ орнатуға жиналатын қаржы мөлшері тым көп деген сауалына коммуналдық шаруашылық бөлім басшысы аталмыш ықшамаудандардың 2011 жылғы мемлекеттік бағдарламаға енбегенімен байланыстырды. Қарасу ықшамауданы мен Ақбұлақ ықшамауданы мемлекеттік бағдарлама 2011-де қабылданды, 2011-15-ке есептелінген. Ал ол екі ықшамауданда тұрғындардың өзінің жаңағы ұйымдастыруменен жеке компаниялармен бірігіп 2009-2010 жылдар бастап кеткен. Қарасу ықшамаудан тұрғындары болса 300-400 мың теңгеге газ жүргізуге қауқарымыз жетпейді. Сондықтан алдағы қыстада газсыз отырудан басқа шарамыз жоқ дейді. Сағыныш Назар, Сержан Жеренбай, Сергей Шуйский, Қазақ Ньюс, Алматы.